Алла сені сынағанда не істеу керек? Адам өмірінде түрлі қиындықтар мен сынақтар болады. Кейде адам ойлайды: неге дәл менің өмірімде осындай қиындықтар болып жатыр? Бірақ исламда әрбір сынақтың үлкен мағынасы бар. Себебі Алла тағала пенделерін сынау арқылы олардың иманын күшейтеді, күнәларын кешіреді және дәрежесін көтереді. Қасиетті Құранда Алла тағала былай дейді: біз сендерді қорқынышпен, аштықпен, мал-мүліктің, жанның және өнімнің азаюымен сынаймыз. Сабыр еткендерді сүйіншіле. Бұл аят бізге бір маңызды нәрсені түсіндіреді. Сынақ бұл жаза емес, бұл Алланың сынағы. Сынақтың мәні: кейде адам өмірінде қиындықтар көбейген кезде үмітін жоғалтады. Бірақ шын мәнінде сынақ адамның рухани өсуіне себеп болады. Егер адам қиындықта сабыр сақтаса, оның сауабы өте үлкен болады. Пайғамбарымыз Мұхаммед оған Алланың сәлемі болсын айтқан: Алла бір қауымды жақсы көрсе, оларды сынайды. Бұл хадис бізге бір үлкен шындықты көрсетеді. Сынақ Алланың адамды жақсы көретінінің белгісі болуы мүмкін. Алла сынағанда не істеу керек? Сабыр сақтау. Сабыр мұсылманның ең үлкен қаруы. Қандай қиындық болса да, сабыр сақтаған адам міндетті түрде жеңеді. Сабыр дегеніміз қиындыққа мойымай, Аллаға сеніммен қарау. Сабыр еткен адамға Алла үлкен сыйлық береді. Құранда сабыр еткен адамдарға шексіз сауап берілетіні айтылған. Аллаға дұға жасау. Қиын кезде ең дұрыс жол Аллаға дұға жасау. Дұға пенденің ең күшті қаруы. Кейде адам барлық есік жабылды деп ойлайды, бірақ дұға жасағанда Алла күтпеген жерден жол ашады. Сондықтан қиындық келген кезде Алладан көмек сұрау. Тәубе ету. Көп дұға жасау. Өте маңызды. Намазды күшейту. Қиындық келген кезде кей адамдар намазды тастап кетеді. Бірақ шын мәнінде дәл сол кезде намазға жақындау керек. Намаз адамның жүрегін тыныштандырады. Намаз оқыған адам Алламен байланысын күшейтеді. Сол себепті қиындықта намазды көбейту ең дұрыс амал. Жақсылық жасау. Қиындықта жүрген адамға садақа беру, адамдарға көмектесу өте үлкен сауап. Кейде бір кішкентай жақсылық адамның тағдырын өзгертуі мүмкін. Пайғамбарымыз оған Алланың сәлемі болсын айтқан: садақа бәлені қайтарады. Сондықтан садақа беру қиындықты жеңілдететін амалдардың бірі. Үмітті жоғалтпау. Алла тағала Құранда былай дейді: Алланың мейірімінен үміт үзбеңдер. Қандай қиын жағдай болса да, мұсылман ешқашан үмітін жоғалтпау керек. Себебі Алла әрбір қиындықтан кейін жеңілдік береді. Кейде адам бір қиындықты жеңе алмаймын деп ойлайды. Бірақ уақыт өткен сайын сол қиындықтың артында үлкен жақсылық болғанын түсінеді. Сынақтан кейінгі сыйлық. Алла тағала әрбір қиындықтан кейін жеңілдік береді. Құранда расымен қиындықтан кейін жеңілдік бар деп айтылған. Бұл аят мұсылманға үлкен үміт береді. Қаншалықты ауыр сынақ болса да, ол мәңгі болмайды. Көп адамдар өмірінде үлкен қиындықтарды бастан кешіріп, кейін өте бақытты өмір сүрген. Себебі олар сабыр сақтады және Аллаға сенімін жоғалтпады. Қорытынды: Алла сені сынағанда қорқудың қажеті жоқ. Себебі сынақ адамның иманын күшейтетін мүмкіндік. Ең бастысы сабыр сақтау, Аллаға дұға жасау, намазды күшейту, жақсылық жасау, үмітті жоғалтпау. Егер адам осы амалдарды жасаса, Алла оның өмірін міндетті түрде жеңілдетеді. Сынақ бұл өмірдің соңы емес. Керісінше, бұл Алланың пендесіне берген үлкен сабағы. Сабыр еткен адам ақырында міндетті түрде жеңеді.